Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен математика пәнінен 1-тоқсандағы 3-ші жиынтық бағалауымыздың тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Әр есептің қай тақырыпқа қатысты екендігі айтылады. Ол тақырыптардың барлығының тізімі видеоларымен бірге осы видеоның описаниясында бар. Бірінші нұсқаны қарастырып бастайық. Алғашқы есебінің шарты өлшем бірліктерді жай бөлшек түрінде және жауабын қысқартылмайтын бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Асын қарастырып бастайық. 30 дециметр метрдің қанша бөлігіне тең дейді. Естеріңізге саламын, 1 метр дегеніміз 10 дециметрге тең. Ал енді бөлшек түрінде 30 дециметрді жазатын болсақ, 10-нан 30 түрінде жазылады, қысқарады. Бұл жерде 30-ды 10-ға бөлетін болсақ, қарапайым 3 деген жауапты береді. Б-сы 12 килограмм центнердің қанша бөлігіне тең дейді. 1 центнер дегеніміз 100 килограммға тең. Демек, жай бөлшек түрінде 12 килограммымыз 100-ден 12 болып жазылады. Енді бұны қысқартып қоятын болсақ, 12-ні көбейткішке жіктейік. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 түрінде жазылады. Ал 100 дегеніміз 2 көбейтілген 2, 5 және 5 сандарының көбейтіндісіне тең. Бұл жерде құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктедік. Ал енді қысқаруы үшін сіздерге басқа түсті көрсетейін. Қараңыздар. Біз алымында да бөлімінде де тұрған көбейткіштерді қысқартатын едік. Барлық бірдей көбейткіштерді қысқартып алдық. Демек жауабы қалады екен. Алымында 3 саны, бөлімінде 5 пен 5-тің көбейтіндісі 25. Ары қарай қысқартылмайтындай бөлшек түрінде жаздық. Бірінші есебіміз аяқталды. Келесі, екінші есеп. Теңдіктер тура болатындай етіп, П және К әріптердің орнына қандай сандарды жазу керек дейді. Енді қараңыздар, бірінші бөлшекте міне белгісіз П әріпі тұр, екінші бөлшекте де алымында белгісіз К әріпі тұр. Асын бастайық. Қараңыздар, бұл жерде бөлшектің негізгі қасиеті бойынша бөлімінен байқап тұрмыз, бөлшекті қандай да бір санға көбейткен. Енді ол санды анықтап алайық. 28-ді 7-ге бөлетін болсақ, 4. Демек, алым бөлімін 4 деген санға көбейткен екен. Олай болса, П әрпі тең болады екен. Бізде алымы 3-ті 4-ге көбейткенімізге. 3-тің 4-ге көбейтіндісі 12-ге тең. П әрпінің сан мәнін анықтадық. Енді Б-сын бастайық. Қараңыздар, бұл жерде 48 бөлімі 12 болып өзгертті. Демек, бұл жерде негізгі қасиеті бойынша алым бөлімі бірдей санға бөлген. Қандай санға бөлгендігін анықтайық. 48-ді 12-ге бөлу арқылы нәтижесінде 4 болды. Демек, бөлшекті 4-ге қысқартқан. Онда К әрпін табу үшін алымы 20 санында қысқартып қояйық. 4-ге нәтижесі 5-ге тең болды. Келесі әріптің де сан мәнін анықтадық. Екінші есеп толықтай аяқталды. Жалғастырамыз. Үшінші есеп. Оның А және Б есептері бар екен. Асын бастайық. Бөлімі 7 болатын дұрыс бөлшектерді жазыңдар дейді. Енді қараңыз, дұрыс бөлшек дегенімізде алымы кіші болу керек, бөлімінен. Демек, 7-тен 1 деп бастаймыз. Ары қарай нешеге дейін деп ойлайсыздар? Әрине 7-ден 6 санына дейін барлық дұрыс бөлшектерді жазып қояйық. Жазылды, А есебі аяқталды. Енді Б-сы. Бөлімі 5 болатын 3 бұрыс бөлшек жаз дейді. Бөлімі міндетті түрде 5 болу керек екен. Сондай бұрыс бөлшектердің бізге 3-ін жаз дейді. Енді алымына қысқармайтындай етіп, кез келген сандарды өзіміз жазып қояйық. 5-тен үлкен болсын. Мысалы 5-тен 7, 5-тен 19, 5-тен 43 деген сияқты. 3 бұрыс бөлшек жаздық. 3-ші тапсырмамызда толықтай аяқталды. 4-ші тапсырманы бастайық. Төмендегі сандардың ішінен аралас сандарды бұрыс бөлшекке, бұрыс бөлшектерді аралас сан түрінде жаз дейді. Ал ретімен бастайық. Біріншісі 8-ден 21 деген бұрыс бөлшекке. Оны аралас сан түрінде жазу үшін 21-ді
біз 8-ге баған түрінде бөліп көреміз. Бұл жерде 21-дің ішінде 8 2 рет кездеседі, болады 16, қалып қояды 5, қалдық. Енді араласқан түрінде жазуды еске түсіріңіздер, бүтін бөлігін алдына жазып қоятын едік. Бөлшектің бөлімі өзгермейді, ал алымына қалған қалдықты жазамыз. Келесі, бізге беріліп тұр екен 2,9-дан 2 деген аралассан. Оны бұрыс бөлшек түрінде жазамыз. Бірінші, ойланбастан бөлімін жазып қоямыз. Ал енді алымында 9-ды көбейтеміз 2-ге және қосамыз алымы 2-ні. Есептейтін болсақ, бұрыс бөлшегіміз 9-дан 18, 20 болады екен. Келесі, 11-ден 42. Баған түрінде бөліп көріңіздер. Бұл жерде 42-ның ішінде 11 3 рет кездеседі, қалады қалдық 9-ға тең бол. Келесі, аралассан екен 6,13-ден 2 дейді. Оны бұрыс бөлшек түрінде жазатын кезде бөлімін ойланбастан көшіріп жазып қоясыздар. Ал алымына көбейтеміз 6-ны 13-ге қосамыз 2-ні. Нәтижесінде біздің бұрыс бөлшегіміз 13-тен 80-ге тең болады екен. Бірінші нұсқаның есептерін толық қарастырып аяқтадық. 4 есептің де шығарылуы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Екінші нұсқаны қарастырып жалғастырайық. Бірінші есебі. Өлшем бірліктерді жай бөлшек түрінде және жауабын қысқартылмайтын бөлшек түрінде жазыңдар дейді. А есебін бастайық. 6 мм сантиметрдің қанша бөлігіне тең дейді. Естеріңізге саламын. 1 сантиметріміз 10 мм-ге тең еді. Демек, оны жай бөлшек түрінде 10-нан 6 деп жазамыз. Қысқартып қояйық. Қысқаратын бөлшек бұл 2 көбейтілген 3 деп алдыны жүктейміз. Ал 2 көбейтілген 5 деп 10-ды жүктеп қоямыз. Бұл жерде қысқарады. 2 деген көбейткіштер жауабында қалады екен. 5-тен 3 деген жай бөлшек түрі. Ары қарай Б-сын жалғастырамыз. 16 секунд 1 минуттың қанша бөлігіне тең? Енді 1 минут дегеніміз 60 секундқа тең екендігін сіздер білесіздер. Демек, жай бөлшек түрінде 60-тан 16 деп жазылады. Қысқартайық. 16-ны жазамыз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 түрінде жай көбейткіштерге жүктеп, ал 60-ты жазамыз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 және 5 сандарының көбейтіндісі деп. Бұл құрама сандарды жай көбейткіштерге жүктеу, оны сіздер өте жақсы білесіздер деп ойлаймын. Кеттік, қысқартайық. Алым бөліміндегі бірдей көбейткіштерді қысқарды. Демек, қалғанын енді көбейтіп жазып қоямыз. Алымында 4, бөлімінде 15 саны қысқартылмайтын бөлшек түрінде де жазып қойдық. Бірінші есебіміз толықтай аяқталды. Ары қарай екінші есепті жазайық. Теңдіктер тура болатындай етіп А және Б әріптердің орнына қандай сандарды жазу керек дейді. А мына жерде тұр, Б мына жерде тұрған әріптері екен. Енді қараңыздар, А есебін бастайтын болсақ, 8 деген бөлімі 32 болып өзгеріпті. Демек, жай бөлшектің негізгі қасиеті бойынша бұл бөлшектің алым бөлімін бірдей санға көбейткен. Енді қандай санға көбейткендігін 32-ні 8-ге бөлу арқылы анықтап аламыз. 4-ге көбейтілген екен. Демек, бізде А әрпін табуымыз үшін алымын да сол санға көбейтіп қоюымыз керек. Нәтижесінде 20 деген сан екен. Бірінші жай бөлшегіміздің әріп мәні табылды. Б-сын бастайық. Қараңыздар, бөлімінде 36 3 санына өзгерген. Демек, бұл жай бөлшек қысқартылған болып тұр. 36-ны 3-ге бөлу арқылы нешеге қысқартқандығын анықтаймыз. 12-ге екен. Демек, біз Б әрпін табуымыз үшін 24-ті де 12-ге қысқартып қояйық. Нәтижесінде 2 деген сан болады. Б әрпінің де сан мәнін таптық. Демек, екінші есебіміз де толықтай аяқталды. Үшінші есеп бастаймыз. Бөлімі 6 болатын
дұрыс бөлшектерді жазыңдар дейді. Бұл жерде бөлімі 6 болатын дұрыс бөлшек, демек алымы 6-дан кіші болу керек. Бастайық 6-дан 1. Ары қарай нешеге дейін жазамыз? Алымы кіші болу үшін 6-дан 5 деп жазып аяқтаймыз дұрыс бөлшектерді. Келесі Б есебін бастайық. Бөлімі 7 болатын 3 бұрыс бөлшек жазыңдар дейді. Енді міндет түрде бөлімі 7 болу керек екен. Енді бұрыс бөлшек дегеніміз алымы үлкен болу керек 7-ден. Мысалы 7-тен 9, 7-тен 13, өзіңіз қалаған сандарды жазасыз, қысқартылмайтындай болсын деп жазып жатырмын. Қараңыз. 7-ден 23 десем де болады. 3 бұрыс бөлшек жазылды, демек 3-ші тапсырманы да аяқтадық. Жалғастырамыз. 4-ші тапсырма. Төмендегі сандардың ішінен аралас сандарды бұрыс бөлшекке, бұрыс бөлшектерді аралас сан түрінде жазыңдар дейді. Бастайық. Біріншісі 9-дан 25 деген бұрыс бөлшек екен. Оны біз аралас сан түрінде жазуымыз керек. Сіздер баған түрінде 25-ті 9-ға бөліп көріңіздер. Бұл жерде 25-тің ішінде 9 2 рет кездеседі. Мәні 18-ге тең. Азайтатын болсақ, 7 қалдық қалып қояды. Ал енді аралас сан түрінде жазу кезінде бүтін бөлігін алдына жазамыз. Бөлшектің бөлімі өзгермейді. Қалып қойған қалдықты алымына қарай жазып қоямыз. Дайын. Келесі аралас санды біз бұрыс бөлшек түрінде жазуымыз керек. Демек, бірден ойланбастан бөлшектің бөлімін көшіріп жазасыз. Алымына 7 көбейтілген 3 қосылған 3 түрінде жазамыз. Сонда нәтижесінде 7-ден 21, 24 деген алым пайда болды. Міне бұрыс бөлшегіміз жазылды. Келесі 12-ден 41. 41-ді 12 баған түрінде бөліп көретін болсаңыздар, 3 бүтін болады. Қалып қойған қалдығын алымына жазамыз. Бөлімі өзгермейді. Мәні 5-ке тең екен қалдықтың. Аралас сан түрінде жазылды. Ары қарай 8 бүтін 11-ден 7 деген аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазамыз. 11-ден алымын есептейтін болсақ, 11 көбейтілген 8 қосылған 7. Алымының мәнін есептеп қояйық. 88, оған 7-ні қосатын болсақ, 95. Бұл есебімізде толықтай аяқталды. Демек, екінші нұсқаның да барлық есептерін қарастырып біттік деген сөз. Сіздерге 4 есептің де шығарылу жолы түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беріледі. Ал видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.